Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге ешқандай химикатсыз қазанды дәл осылай етіп жылдам тазалаудың түрлі тәсілімен бөлісемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай темір ысқышпен ыспай-ақ жай ғана осындай жұмсақтап губкамен сүртсеңіз де кетіп қалады. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол уақытта дәл осындай пайдалы видеоларды бірінші болып көре аласыз. Үйіңізде осындай неше жыл тұрған Совет одағынан қалған дәл осындай ыдыстар болса, осы әдіс бойынша тазалап көріңіз. Әсіресе ауылдық жерде тұратындар үшін, табиғи отқа тамақ пісіретіндер үшін бұл әдіс таптырмайтын әдістің бірі. Бауырсақ пісіретін қара майлы қазандарды осылай етіп пышақпен ысып алдым. Көп күш жұмсамай тазалау жолдарын видеоның соңына дейін көру арқылы біле аласыз. Ең алдымен осы ыдыстарымыз сиятындай үлкен көлемді ыдысқа су құйып аламыз. Осының үстіне 6 ас қасық кір жуатын ұнтақ, яғни кез келген порошок болса да болады. Осының үстіне 6 ас қасық ас содасын қосамыз, немесе көбірек қоссаңыз да болады. 72% бір кір сабынды ұсақтап бөліп немесе өткіштен өткізіп те қосуға болады. Және де салған ыдыстарыңыз суға міндетті түрде батып тұруы қажет. Осы қоспаларды араластырып ерігеннен кейін үстіне майлы ыдыстарымызды саламыз. Барлық ыдысты салып болғаннан кейін осының үстіне 6 ас қасық сұйық май қостым. Барлығы дайын болғаннан кейін осы ыдыстарды жарты сағаттай қайнаттым. Аздап қана сарғайған ыдыстар бірден кетіп қалды, және де оларды қырғышпен қырмай-ақ жай ғана губкамен сүртіп алдым. Ал осылай болып өте майланған ыдыстарды қырғышпен қырып тазаладым. Көп күш жұмсамай, бар жоғы аз уақыттың ішінде барлық ыдыстарды тазалап алдым. Сіз де міндетті түрде дәл осылай етіп, үйіңізде қалған ыдыстар болса тазалап алыңыз. Қазан жуған суға қарайтын болсаңыздар, судың түсі сарғайып, яғни кірленіп, майланып кетті. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Сол уақытта алдағы шығатын видеолар сізге дәл бірінші болып көрінеді. Және де менің еңбегімді бағалап, лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып қалдыруларыңызға болады.